Құрметті оқырмандарым, қайырлы күн. Қош келдіңіздер арнама қосылайық. Бүгін бізде бағдарламамызда Сәттібектің жұбымен, үміткерімен кішігірім видео түсірген, енді обзор түсіреміз. Үміткері туралы және эфирде болып жатқан Асылжан, Жанна және Айгүл туралы кішігірім видео обзорлар болады. Сіздер білесіздер, енді Жанна бүгін екінші күні, соған қарамастан Асылжан оған қатысушы болып отырса да өте көп внимание беруде екен Жаннаға. Содан бізде балаусадан кішкене бір сөз естіп қалды. Асылжан мен Жаннаға ескерту берілді. Өйткені олар қатысушы болғандықтан олар тек қана бір-бірлерімен араласуға болмайды екен. Сол бір нені ұстанымды ұстану керек екен. Бірақ олар ол ұстанымды ұстанып жатқан жоқ. Балауса оларға ескерту жасады. Сіздер үміткер күтіп отырғандықтан сіздер бір-бірлеріңізбен араласуға мүлдем тыйым салынады деп. Соны енді бұлар ұстану керек. Содан Айгүл оларға тоже бір таң қалып жатыр. Асылжанның тарапынан сондай жауапкершілік артып, көмектесіп, жанашырлық танытып жатқанына. Айгүл де өз тарапынан өзінің пікірін білдіріп қалған эфирде. Және де бұл видеода Гуджан, Зарина туралы видеоларды көретін боларсыздар. Гуджан енді ол Шымкентте жүр. Зарина қазіргі уақытта ол Меккеде, ата-анасымен бірге Меккеде жүр. Сондай кішігірім видеомен сіздермен бөлісіп жатқан жайым бар. Арнама лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп отырсаңыздар, өте қызықты тағы да мәліметтермен бөлісетін боламын. Әлі де алда. Құрметті оқырмандарым, күндеріңіз сәтті өтсін. Только не оставляй, пожалуйста, здесь как мусора. Жоқ, алып кетсем. Бір күн қалып кеткен болсақ, соны тәте айтып отыр, қалдырып кетпе деп ше. Енді кімнен екенін білмейміз пока, сол үшін солардан күтеміз. Осындай гүл келіпті. Енді мен ойлап отқанмын, мә гүл келді деп сөйтсем, қасында тәттісі бар екен. Осындай клубников шоколад бар екен. Мындай осындай клубников шоколад бар екен. Сосын деген өзім бір штугын жедім да қалған тәтеге бердім. Сол
Бүгін обед ішіп жатырмыз. Қазір тамақтанып болдық. Бұл жақта андай как шведский стол сияқты емес, енді дайындап қояды первый второй қылып. Но өте дәмді тамақтары. Мына жігіт маған қарап сөйлей береді. Ана тамақ салатын жерде тұратын олардың бәрі Атымды сұрайды, бәрін сұрайды, сөйлей береді. неше күле береді. Мамаға қарап машалlah Тамақтануға ұялатын сияқтымын ғой, мына жақта. Мен уже үйреніп қалғам, Турцияға барғанда да осындай болған, өте көп отырсаң, иә. Мына жігіт біздің дастархан жинап жатыр да, сөйтсе ар жағында айтып жатыр. Жинама, олар болған жоқ дейді. Бізге ондай, типа, особое внимание бөліп жатыр ғой. Тіктогымды ердім көреді, тіктогымды алады. Гулитас екеумізді түсірді. Хит болып жатыр. Thank you. Біз екінді намазын оқып, енді Әл-Харам мешітіне бара жатырмыз. Кеше қиғыланы көрдің ба деп сұрап жатқан жандар, жақсыға жазып жатқандар көп рахмет. Көрдім, алғашқы реакциямды түсірдім, бірақ очкиде болдым ол. Но салайын ба деп ойланып отырмын. То есть басынан бері келе жатқан қалай жол болды деген сияқты. Сондай видеоларды салмасаға деп ойланып.